Баршаңызға сәлем алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға дастархан дайындаймыз, немесе қонақтар келсе де осылай дастархан дайындап күтіп алсаңыздар болады. Ыстық тағамнан қазан кебаб дайындаймыз, тәттілерден сметанник пирогын, яғни қаймақты пирог жасаймыз, және де өте дәмді болып шығатын, және де минимум уақыттарыңызды алатын тіске басар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші пирогтан бастаймыз. Ол үшін сары майымызды саламыз, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап крошка, яғни ұнтақ болғанға дейін ұнтақтап алатын боламыз. Мендегі сары май жұмсақ болып тұр. Егер сіздерде мұздатқышта тұрған қатты сары май болса, үккіштің көмегінен өткізіп алсаңыздар да болады. Міне біздің ұнтағымыз дайын болды. Енді қазір үстіне қант қосамын. Жақсылап тұрып қасығымыздың көмегімен біріккенге дейін араластырып аламын. Егер де сіздерге тәтті болып ұнамаса, қанттың мөлшерін азайтсаңыздар да болады. Одан кейін бір жұмыртқа саламын. Енді қазір мен осы жұмыртқамен араластырамын. Бізде дайын бүтін қамыр илеп керек емес, тек қана қазір ең соңында қандай болу керектігін көрсетемін. Осылайынан қолымызбен қысып, осындай ұнтақ болғанға дейін күтеміз. Мен мында формамды алдын ала дайындап алдым. Форма диаметрі менде 22 сантиметр. Менде кольцо болғандықтан астына фольга қойып жатырмын. Егер сіздерде басқа форма болатын болса, пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Осылайынан мен ұнтағымды толықтай орналастырып шығып, қолымызбен осылайынан басып шығамыз, және де осылай шеткі бөліктерін шығару үшін, яғни бортиктарын осылай қолымыздың көмегімен шығарамыз. Бізде өте оңай жасалады, өйткені бізде қамырымыздың құрамына сары май қосылғандықтан өте оңай жасалады. Міне осылай шеткі бортиктарын шығарып, тегістеп әдемілеп шықтым. Енді қазір шет жаққа алып қойып салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін жұмыртқа саламын, қантымызды саламын, және де қаймақты саламыз. Қаймақтың пайызын өзіңізге қайсысы ұнайды, соны қолдансаңыздар болады. 15-20% қолдануға болады. Мен 15% қолданып жатырмын. Одан кейін ұнымызды салып, осылайынан венчигіміздің көмегімен сұйықтығымыз жақсылап бірігіп араласқанға дейін араластырып аламыз. Міне біздің сұйықтығымыз, яғни салмамыз дайын болды. Енді қазір қайтадан біздің формамызды алып келіп, осы сұйықтығымызды құямыз. Алдына қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Оған енді тіске басар дайындаймыз. Мен мынау жерде алдын ала қиярды түрпіштеп турап алдым. Піскен жұмыртқа және де сырды осылайынан мен салдым. Дәміне қарай кішкене тұз қостым. Қаласаңыздар қара бұрыш қосуға да болады. Және де майонез немесе қаймақ қосамыз. Енді жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Барлық қоспалардың алдын ала мен ұсақ-ұсақ кубиктап, яғни түрпіштеп турап алдым. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді бізге керегі лаваш. Осында бір лавашты, дөңгелек лавашты қойып орналастырып алдым. Қазір барлық жеріне салмамызды салып шығамыз. Қасығымыздың көмегімен тегістеп шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасын өзгертсеңіздер де болады. Колбаса қосуға болады, крабовые палочки деп қосуға да болады. Өте дәмді болып шығады. Міне осылайынан қазір орап шығамын. Енді міне осылай кесіп алдым. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр, дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Енді ыстық тағамымызды, яғни қазан кебаб жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға үлкен-үлкен бөліктерге бөлінген етімізді саламыз. Енді біз осы етіміз сарғайып шеттері қуырылғанға дейін шамамен 5-7 минуттай максималды оттың қызуында қуырып аламыз. Қуырған кезде міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, түптері жабысып қалмауы керек. Қараңыздар, біздің етіміз қазір не осылайынан сарғайды. Енді біз осы етті басқа ыдысқа салып алуымыз керек. Өзіміз қандай ыдысқа пісіреміз, сол ыдысқа салып алсаңыздар болады. Мен осылай кастрюльге пісіремін, сондықтан осы еттердің барлығын алып кастрюльге салып алдым. Енді мен осы етті қуырған майда картопты қуырып алатын боламын. Картопты мен алдын ала тазалап алдым. Өте қатты үлкен картоп алып керек емес, орташа немесе кішкентай картоп алсаңыздар өте әдемі болып шығады. Қазір картопты салып, картопымыз сарғайғанға дейін жақсылап тұрып қуырып аламыз. Енді етіміз салынған кастрюлемізге осы ыдысымыздағы тұрған 2 ожау күнбағыс майын құйып аламыз. Етті орташа оттың қызуында пісіре береміз. Етіміз піскенге дейін картопымызды қуырып алатын боламыз. Етке пияз, сарымсақ, яғни чеснок қосамыз, және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосу керек болады. Етіміз піскенше біздің картопымызды шеттері барлығы сарғайғанға дейін жақсылап тұрып араластырып отырып пісіріп қуырып аламыз. Толықтай картопты пісіріп керек емес, тек қана шеттері сырттары сарғайып, яғни сыртқы қабығы сарғайғанға дейін қуыру керек болады. Міне біздің картопымыз жеткілікті түрде шеттері барлығы сарғайды. Енді қазір мен басқа ыдысқа осы картоптарды алып шығамын. Оған дейін біздің етіміз пісе береді. Етіміз жақсылап пісіп жұмсарғанға дейін етті жеке қуырамыз. Одан кейін етіміз жұмсардау деген кезде үстіне біз картопымызды, яғни шала пісіріп алған, сарғайтып пісірген картопымызды саламыз. Енді орташа оттың қызуында картопымыз піскенге дейін пісіреміз. Піскен-піспегендігін шпажканың көмегімен тексеріп алсақ болады.
Бұл тағамға мен су қоспадым. Егер қаласаңыздар, өте аз мөлшерде кішкене ғана су қосуға болады. Сонымен біздің дастарханымыз дайын болды. Қараңыздар, бізде өте дәмді казан кебаб дайын болды. Және де тәттілерден қаймақты пирогымыз қандай күшті болып шықты. Жұп-жұмсақ, өте дәмді, бір жасағаннан шығады. Және де өте жеңіл, үйдегі бар заттардан жасалатын тіске басар дайындадық. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше.